Жамбыл деп негізінен менің атымда басқашалап қойын деген, мысалға Мадияр, Данияр солай. Бірақ әкем Жамбыл ауданынан болғандықтан менің атымда Жамбыл атасы сияқты енді ақын болсын деп емес, Жамбыл атасы сияқты жүз жасасын деп солай қойған болатын. Бірақ енді Құдай өзін сондай ретін келтіріп отыр ақындыққа. Тірі организмдерге тікелей немесе жанама әсер ететін табиғат негізгі құбылыстарын біз абиотикалық факторлар деп айтамыз. Абиотикалық факторларға климат, температура, ылғал, жарық және жылу, топырақ, жер бедері және атмосфералық газдар жатады. Негізінен температура ол абиотикалық факторлардың маңызды құрамының бірі. Егер мен өзім жайлы айтар болсам, мен 2 жасымнан бастап әріп тани бастадым. 4 жасымда далаға шығып, мысалға, машинамен өтіп бара жатқан кезде көшелердің атын оқып, 4 жасымда барлығын қосып оқи алатын болдым. Ал 6 жасымда бірінші мектепке бардым. Мектепте бірінші сыныпты толық программаны білгеннен кейін мені директор өзі айтты, мен сені экзамен арқылы 2-ші сыныпқа көшірем деді. Сөйтіп, 2-ші сыныпқа көштім. Содан 2 сынып аттап, мен қазір өзім 11-ші сыныпта оқып жатырмын. Ал негізінен менің қатарластарым 8-ші сыныпты жаңадан бітіріп жатыр. Жамбыл енді 5-ші сыныптан бастап, бастауыштан 3-ші класқа дейін оқытты. 3-ші класстан оқу үлгерімі, таланты өте дарынды оқушының бірі болғандықтан сыныптан сыныпқа аттап 5-ші сыныпқа келді. 5-ші сыныпқа келгендегі көз алдымда кішкентай ғана томпақ сары бала, бірақ сырттай қарап жүріп, бұл оқушымыздың бастауышта өлең оқып, үнемі жыр додасына қатысып, мектепте өтетін іс-шараның бәрінде өлең оқып, жыр додасына қатысып жүргенде көзіме бір ыстық көрінетін кішкентай сары домалақ бала ертеңгі күні шамалап келіп, алдыма келіп отырғанда бір ерекше өзіне бойында балалық та бар, ақындықтың лебесіп тұрған кішкентай бала менің алдыма келгенде өзімді бір ерекше бақытты ұстаз сезіндім. Топырақтың құнарлы болуы өсімдіктің жақсы өсуіне мүмкіндік берсе, суда тіршілік ететін жануарлар үшін судың тұнықтығы, судың тазалығы, осының барлығы жануарлар үшін, су жануарлар үшін қажет екендігін білеміз. Алғаш келген кезде менде әрине өте жақсы әсер болды, өйткені менің сыныптастарым өте кеңпейіл, адамгершілігі мол, сабақты өте жақсы оқиды. Бар мен дер уақытта достасып кеттім деп айта аламын, өзімнің жасыма байланысты. Ол кішіпейіл, мұғалімдерге де өзінен үлкен болсын, өзінен кіші адамдарға болсын, ол бір шақты қарайды да, ешқашан меніңше уәдеге берік адам сияқты. Өйткені сол кезде, мысалы, бала кезімізден бері бос болғандықтан әртүрлі жағдайларда, мысалы, алып берем дедім, алып берді, істейм дедім, істеді. Ол Жамбылдың осы ең қасиеті сияқты. Мен Жамбылды жақсы білем, ол сыйластықпен қараймыз. Бірақ Жамбылдың маған уәде бергені бар. Сен туралы өлең шығарам деген. Жоқ, күтіп жүрміз оны. Оны өзің сұрадың ба кітапты? Сұрағанда мен оған маған жаз бер деп. Жоқ, олай сұраған жоқпын. Жамбыл, мен туралы өлең шығарасың ба деп сұраған. Ол жарайды, шығарып берейін деді. Бірақ қазір емес деген. Кішкентай кезінен білемін, және де менің айтарым, Жамбыл Дүйсеновтың өз жолы бар. Ол жазған өлеңдері, кітаптары шынымен де басқаларға қарағанда өзгешелігі бар, өзінің мінезі, өзінің басқа жолы бар десек те болады. Қанға малып батыр бабам қаламын, жазып кетті адамдықтың сабағын, ашқан сайын асыл мұра іздеймін, сол кітаптың әр киелі парағын. Өсер ұрпақ ата жолын таңдаймыз, оқу, білім, өнер қуып талмаймыз. Әр жыл сайын тойыңызға торқалы, жүрек жарды жырымызды арнаймыз. 100 жыл өтсін, 120 жыл мың өтсін, ұрпақтарың ерлігіңді жыр етсін. Туған халқың тәтті ұйқыңды күзетіп, қабіріңе тағзым етіп гүл ексін.
Жамбыл деп негізінен менің атымда басқашалап қойын деген, мысалға Мадияр, Данияр солай. Бірақ әкем Жамбыл ауданынан болғандықтан менің атымда Жамбыл атасы сияқты енді ақын болсын деп емес, Жамбыл атасы сияқты жүз жасасын деп солай қойған болатын. Бірақ енді Құдай өзін сондай ретін келтіріп отыр ақындыққа. Жамбылдың бір жақсы қасиеті деп атауға болады. Мына мұғалімдердің туған күні дегенде менің өзімнің туған күнім болған кезде бір жақсы өлеңдер шығарып, бәрібір мейрамдарда керемет бір құнды сөздермен құттықтап отырады. Өткендегі бір сөздердің өзін әр уақыт есімде қалды. Біз қандай білім неміз мұғалімбіз деп сөз білеміз десек те, Жамбылдың айтқан сөздеріне біз таң қаламыз. Сонда теңеуіңді тура тауып айтады ғой, тура тауып, ойынан, жүрегінен шыққан таза сөздер ғой деп есептеймін мен. Сондықтан да осындай таза еңбегі жана берсін Жамбылымыз. Енді кемшілік болмайды ғой деп есептеймін енді. Жамбыл халықтың баласы, біріншіден айтарым. Екіншіден, кез келгеннің адамның бағына бұйырмаған ақындық, бала кезден келуі бұның бойындағы ерекше қасиеті. Мысалы, ақындардың болып жатқаны толысып, бір 7-ші сынып, 10-ші сыныпта алғашқы тырнақалды өлеңдерін жазып жатады. Сөйнген Жамбылдың ерекше қасиеті бұл 3 жасынан бастап әріп танып, 5 жасында алғашқы тырнақалды өлеңін жазуы, өзінің шумақтарын құрастырып. Бұл яғни туа біткен табиғи таланттың нағыз өз екендігін дәлелдеуге болады. Бұл ерекшелігі басқа ақындарға қарағанда өнерге, жырға ерте жастан келуі, бала жастан келуі ерекшелігі деп ойлаймын. Бұл менің періштелік деген кітабым. Періштелік деп атаған себебім, мен өзім бала болғандықтан осы халқыма періштелік деп осы кітапты тұңғыш елбасымыздың қоры 2000 тиражбен шығарып, Қазақстанның балабақшалары мен мектептеріне тегін таратылды. Бұл кітапта 50-ден астам өлең бар. Кітап 150 беттен тұрады. Тек қана менің өлеңдерім емес, бұл жақта қазағымыздың осы ұлы тұлғаларының, жазушылардың, әншілердің, күйшілердің, солардың маған арнаған өздерінің ілтипаты, тілектері жазылған. Мысалға келетін болсақ, Мұхтар Шаханов маған арнап жазған ақындық анатомиясы деген өлең жазылған. Содан кейін Смағұл Елубаев және елбасымыздың өзінің жеке сөзі жазылған. Бізде тыныш, бізде бейбіт, біз бақытты елміз деп айғайлайды аса өзен, жансыз жартас шыңдарда. Ұлы далам, өмірімнің қуанышы, көктемі, перзентіңмін жыр боп шыққан жүрегінің от темі, ерлігімен, өрлігінен жасқанатын жаулары, өз жарасын өземдеген арғы тегім көк бөрі. Мен мектепте отырғанда да шабыт келіп қалуы мүмкін. Олай дейтінім, жаңа сіздерге айтып кеткендей, шабыт уақыт таңдамайды. Ол күндіз ба, кеш па, түнде ма, әр уақытта келе береді. Мысалға, мен ұйықтап жатқан кезде де шабыт келуі мүмкін. Мен ол кезде диктофонды алам, өзіммен бірге бас жағыма жастап қоям. Егер түрісінде келіп қалса, онда сол диктофонға өзім жазып отырамын. Ал әрине мектепке енді кейбір кезде болып қалатын шығар, сабақтан қалуым, мысалға мемлекеттік концерттерге байланысты. Бірақ сол сабақтан қалған күндеріме мен өзім қосымшаларға барып, қалған күндердегі барлық бағдарламаны оқып, солай апаларға зачет өткіземін. Мен өзімді басқа балалардан, өзімнің қатарластарымнан, сыныптастарымнан әрине артық көрмеймін. Мен бәрімен бірдеймін. Егер мені жоғарылайтын бір зат болса, ол тек қана менің өнерім, мен ақындығым. Жамбыл, бізге осылай алтын уақытыңды бөліп келгеніне көптен көп рахмет. Сені ата аңызға айнала Жамбыл болатыныңа мен де. Сізге де көп рахмет. Қазақстанда сенімді, қаламың қарымды болсын. Көп рахмет. Және бұл біздің Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы қорының атынан және де біздің жобаның атынан саған естелік ретінде сыйлығымыз. Көп рахмет. Келешекте өздеріңіздің ұжымдарыңызға да сәттілік.